Да, bizde dagы Кашкырдын орду өтө чоң. Бір аккаунт мынандай постқа қойыпты да. Ташкенбай, Бибосынов, бұлар енді әлем чемпиондары ғой. Қасына мен қойып қойған. Әдейілеп комментін оқимын ғой, мына біреу бүйтіп жазып қойыпты. Бұл клоунда жатпайды екен, спорттың бір жерін шығарды, әртіс, әнші, блогер, шоу қылып дейді. Мен жатсам, семьям бағып бересің ба? No. Жазып отқаным. Семьямды бағып бере алатын болсаң, жатқымақ келіп тұршы. Шыққым да келіп тұрған жоқ. Шығу керек та просто. Бұл клоунда жатпайды екен деп сүмелеп. Мынандай адамға көрші жазатын. Өзің не тыңдап жүрсің, бауырым? Не істеп жүрсің өзің? Так что мені Ташкенбай, Бибосынов, Нұрбек Айбек Оралбай, Тәтөш, Махмуд сияқты мықты боксерлармен бір вечер боксада көріп қалсаңдар, бір картта. Ол менің деңгейімнің солармен бірдей екенін дәлелдемейді. Айта кетейін, мына бауырымыз сол үшін көті құрысып тұр ғой қойды. Ол ондай боксер емес қой, ол не қылып тұр. Бауырым, мен саған түсіндіре кетейін. Ол жігіттерді мықты балалар олар, олимпиадный деңгейдегі боксерлар. Бокстың жанкүйерлері жақсы таниды. Мынау бокстың жанкүйері шығарсың сен да, бауырым, қолың бүйтіп тұр ғой. Сен жақсы танисың. Бокстың жанкүйері емес қарапайым халық бар. Олар түсінбейді джебтің қалай ұшыватқанын, мына правый қалай қисық ұшты ма, олар бәрі ұшса болды. Вот сондай жанкүйерлерге бауырым мен жауап беремін. Аренаны толтыру керек. Мынау сен сияқты, сен тектестер аренаны толтыра алмайсыңдар сендер. Азсыңдар екен. Қалған масса кәдімгі көп адамды мен өзіме аламын, бауырым. Я артқа қарай қорғанына алып болмайды кетті. Қайтадан алға қарай тұс, қабырға, тұс, тарт алдыма қой, тұс. Осы болам. Аспа. Тух, тарт. Бәрін çok түсігі. Тух, аяқта, мұшық сәттіңлер. Тух, болам баба дес. Орында басты мен. Тух. Түсіндің ма? Давай, жақсы, дұрыс жасаймыз, молодцы. Қол жеткіздім. 2012 жылы Астана қаласына көшпеген. 2012-ден 2020 жылға дейін 8 жыл пәтер жалдап тұрғам. Өзімнің үйім болу, өзімнің пәтерім болу түсіме де кірмеген. 15 квадраттық лимянкіде де тұрдық. 30 квадраттық пәтерде 5 адам, 6 адам болып тұрған кездеріміз болды. Аллаға шүкір. Қазір көп нәрсеге өзіміздің еңбегіміздің арқасында қол жеткіздік. Соған бір кішігірім бір қуанышым бар. Сол қуанышыммен сендермен бөлісейінші деп осы видеоны ашып отырмын. Достар, мына ненің кілті білесіңдер ме? Бұл кілт бүгін менің бір кішігірім қуанышым. Осы қуанышымды осы кілтпен қазір ашайын деп отырмын. Осы қуанышыммен сендерге қазір көрсетіп бөлісейін деп отырмын. Шынымен. Астана қаласының төрінде бүгін тағы да бір үйге мен қол жеткіздім. Бұл үйдің иесі бірақ мен болмаймын. Бұл үйді мен қызыма алдым. Аллаға шүкір, Аллаға тәубе, қызым әлі кішкентай. Қазір кішкентай кезден осы қызыма қазір үй алып қойдым. Құдай қаласа Алла амандық берсе, өскен кезде дәл мен сияқты осы өмірінің жартысы үй алумен күресу болмасын деп қазірден бастап қызымның кішкентай кезінен қызыма үй алып қойдым. Мен оған өте қуаныштымын. Осы қуанышыммен сендермен бөлісіп отырмын. Бір арқамнан кәдімгідей бір жүк түскендей болып отыр. Кішігірім бір кішкентай жүк түскендей болып отыр. Қызымның өзінің үйі болатындай, өзінің шаңырағы болатындай, баратын жері, аяқ қолын созып жататын жері болсын деп, ешкім ешқашан сенің үйің жоқ, баратын жерің жоқ деп қызыма ешкім ешқашан айтпасын деп, қызыма бүгін осы бір Астана төрінен кішігірім үй алып қойдым. Бауырлар, достар, үйлі болыңдар, бала шағаларына үй алып беріңдер, өздерің үй алыңдар. Осындай жақсы қуаныштарға жете беріңдер. Аңсаған армандарымыз орындала берсін. Еңбек, бәрін жеңбек, тек қана ал. Ана атырауский бизнесменді айтым келіп тұр да.
Бизнесмен құрдас. Ана бойға шығысы келіп жүрген менімен бар ғой. Кеше мені шақырды ғой встречаға. Негізі бармайын ба деп едім. Провоцировать етіп, анау, мынау. Енді, как сказать, встречаны добился, да енді. Атырауский уғасын бір кездестім да. Кездестік. Білмей, бойға шығам дейді, короче, анау дейді, мынау дейді. Енді арманым дейді ғой. Арманың орындаймын, в общем. Если ты меня заинтересуешь, проблема нет. Шығып, арманымды орындап жіберейін да. Тем более сен мені танып тұрсың, бала кезден бокс ескенді, бәрін көріп жүрмін дейсің да. Давай. Самое главное, менің арманым орында. Болды. Проблема жоқ. Көрейік. По приказу острых козырьков и лично от Томаса Шелби передаю душевный, братский, бородатый салам Алексус 6 А классу. Желаю вам фарту, азарту по жизни. Олжастаем, всегда на связи, как-то так, но никак иначе. Ассаламу алейкум. Ligasida jangim bo'lib o'tadi. Menga vizit tashlab bergan bolalar hammasi отказ qilgan. Menga sopenik yo'q. Liboy bilan chiqib urishaman. Men tayyorman, men zarajniyman. Vizit tashladinglar, lekin qochmanglar. Liboying kelo, liboying bilan chiqib urishaman. Men tayyorman. По приказу...